врач болуға желание сурмай қалады да. Мысалы медицинаның ішінде идеальный бәрібір мамандық жоқ деп. Басымнан өтпегендіктен оны айта алмаймын. Действительно арманың сол болса бәрібір түсесіз. Қазір мысалы көбінесе мына популярный SMM болып тұр ғой. Мен өзі фотограф болып істегенмін. Қандай салаларды көресіз өзіңіз перспективный таңдауға ангихирургиядан бөлек? Барлықтарыңызға сәлем, ассалаумағалейкум достар. Бүгін бізде қонақта ангихирург Талғат Қыдырәлиевич, Тәжібаев Талғат Қыдырәлиевич. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Көп рахмет аға, алтын уақытыңызды бөліп, медик студенттерді қолдауға осындай таңдау мақалат атты біздің подкаст. Жаңадан тұсауын кесіп жатырмыз. Бұйырса сізбен бүгін медик студенттердің өмірі жайлы, алда не күтеді, қайда қандай направление балу керек, сомен талдасақ. Сіздерге рахмет шақырғандарыңыз. Талғат ағай, өзіңіз енді қай университетте оқыдыңыз? Университет оқыған кезде қандай проблемаларыңыз болды? Соны бір кішігірім айтып кетсеңіз. Мен 2008 жылы бакалавриатқа грантқа түстім Асфендияровқа. Бастапқы мынау неге медик болатын деген, оны 9 класстан бастап медик болған деген ой болған. Себебі 8 сыныпта биология сабағында анатомия человека деген болған. Сол кезде ананы оқыған кезде қатты кірісіп кеттім соған. Қызықты болды, қалай ол адам ағзасы жұмыс істейтін. Сөйтіп, сол кезден бастап ойым бәрі сол медицина арасында хирург болам деген. Сөйтіп, түсерден алдын мектепте мақсат қойғам, немесе грантқа түсетін болсам, ең мықты университетке түсем, ол кезде бәрінің аузында жүрген сол Асфендияров. Түссем, сол Асфендияровқа түсем, түспесем, барып басқа жұмыспен айналысам деген мақсат қойдым. Сөйтіп, грантқа түстім, шүкір, содан бері сол бакалавриат, сосын интернатура, резидентура, бәрі сол Асфендияровта бітіргенбіз. Толықтай ұлттық біздің университетте бітірдіңіз. Енді бір студенттер анатомиядан қиналып жатады, бір студенттер фармадан қиналады. Сізде сондай қай апай есіңізде қалды, бір қай сабақтан бір қиналған кездеріңіз болды ма? Көбінесе бәрі біледі ғой, фармакологияда Печхатый деген кісі бар. Сол кезде қазір жұмыс істейін ба білмеймін. Өте қиын болған сол кісіден, бірақ менің кішкене жеңіл болды фармакология, себебі маған ол кісі берген жоқ, басқа кісі берді. Маған қиыншылық тудырған ол биохимия. Биохимияда кішкене қиыншылық болды, қалғаннан в принципе жақсы. Енді көбісі сұрақ қойған болатын, бірінші сұрақ, химия, жалпы химияның білімі практикующий врачқа керек пе деген сұрақ. Ондай сұрақ менде де бар, шын айтқанда. Бірақ бәрі бір-біріне құрайды ғой. Әрбір сала өзімен өзі қойылған деп ойламаймын. Әрбір саланың даже бір 5-10% қабылдасаң, соны өзің келесі тәжірибеңе керек болады деп ойлаймын. База керек. Олсыз болмайды. Енді Талғат Тәжібаевич, неге именно ангихирургия таңдадыңыз? Басқа да салалар бар еді. Не үшін именно хирургия ішінде ең қиыны, 4 жылдық обучение, резидентура, неге ол салаға бардыңыз? Енді ангихирургия ең қиын ба, қиын емес па деп айтамаймын. Маған не қызықшылық тудырды, ол ангихирургияның жан-жақтығы. Себебі былайша айтатын болсақ, гинеколог тек қана гинекологиямен айналысады, кардиохирург жүрекпен айналысады, әрбір сала өзінің бір органы бар. Ангихирургия ол деген бүкіл ағзаның тамырларымен жұмыс істей білу. Доступтарды аяққа, қолға, ішке, сол жағы ұнады маған. Сосын бәрінің аузында тұрған сол кезде хирургияның ішінде ювелирный хирургия, ол ангихирургия немесе микрохирургия деген не болған. Ангихирургияның ішінде де микрохирургиялық тәсілдер бар. Сол секілді маған микрохирургия деген аттың өзі қатты ұнады. Сонымен ювелирный хирургия деген аттың өзі ұнады. Содан кейін қатты қызықтым. Жан жақтығы болғандықтан содан да қызықтым. Сөйтіп, ангихирургия болам деп мақсат қойдым. Енді кішкене ангихирургия жайлы ашқымыз келіп отыр да. Қандай направлениелер бар ішінде, мысалы, жас медик соны таңдаса? Қай бағыттарға кетуге болады ангихирург дәрігер болып? Қазір негізінде ангихирургияның былайша айтқанда Қазақстанда әлемде де дамып өсіп жатқан дәуір деп санаса болады. Себебі бұрын ангихирургия немесе сосудистый хирургия ол немен байланысты, ол тек ашық операция. Бүкіл тамырларды ашып жасау операциясы, шунтирование, реконструкция, оның бәрі. Қазіргі таңда осы соңғы 15 жылдан беріп эндоваскулярный хирургия деген кірісті. Ол деген мына бүкіл бір тесікпен тамырдың ішінде жұмыс істейтін тәсіл. Одан кейін флебология деген қазір бөлініп жатыр, бөлек сала болып. Сол себептен баратын направлениялар көп. Өзіңе қай жерің жүрегің жақын, соған барса да болады.
Енді бізде медициналық университет статистика бойынша 70%-тен астам қыздар оқиды, өзіңіз де білесіз, группада 2-3 жігіт болады. Сол қыздардың көбісі біз сөйлескенде осы ангихирургияны айтады, или хирургия, нейрохирургия деп. Сізден сұрағымыз келіп отырды. Қыздарға настолько жарасады бұл мамандық, баруға бола ма, әлде қиыншылықтары болып қала ма? Сол жайлы кішкене ашып кетсек. Енді жалпы айтатын болсақ, әйел адамға, қыздарға хирургиялық маман жалпы қиындау болады. Не үшін? Ол тек қана мынау ер адамның, қазір бізде былайша айтқанда патриархат болған біраз уақытқа дейін. Ер адамның мына әйел адамға қараудан да байланысты емес. Былайша айтқанда өзі әйел адамның да физиологиясына байланысты. Физиологиясы не деген? Ол әйел адам кішкене эмоцияға беріліп кетуі мүмкін. Кейбір қиыншылық жағдайда, кейбір. Ол бір. Екіншіден, әйел адам былайша айтқанда көп уақыт тек өзінің маманына, көп жылдар өз маманына бөлетіндей жағдай қиын болады ол кісіге. Себебі ол кісілер отбасы құру керек болады. Сол себепті өзі бір-біріне қарама қайшы зат, былайша айтқанда. Немесе сен бүкіл ойыңды, бүкіл жылдарыңды сол хирургияға, немесе ангихирургия бөлесің, маман болам дейсің, соған дайын болу керексің. Өзің ана розовый очкені шешіп, соған прагматично қарап, соған дайын болу керексің. Мен де біраз уақыт семьямдан. Немесе оның екеуін бірдей істеу өте қиын. Бірдей ұстау өте қиын. Немесе отбасы құрам, бақытты болам дейді болсаң, ол жағынан кішкене бәрібір қысқарылады. Бірақ соның ішінде ангихирургияда әйел адамға қатысты заттар бар. Ішінде мысалы көбінесе бізде қазір санаулы әйел кісілер бар ангихирургияда. Былайша айтқанда олар флебологияға кетіп қалған. Көбісі флебологияға кетіп қалған. Солар сол бағыт жарасады деп ойлаймын. Не үшін? Қазір енді өсіп жатыр, соңғы 5-6 жылдан бері Қазақстанда өсіп жатқан бағыт ол женская флебология. Былайша айтқанда әйел адамның флебологиясы. Мынау жүктілік кезіндегі варикоз, мынау маткадағы варикоз, шаттағы варикоз, аяқтағы варикоз. Соқысы көбінесе әйел адамдар ер адамға көрсету ұялады, шешіну ұялады. Сол бағыт әйел кісілерге дұрыс бағыт деп ойлаймын, бірақ енді әр адамның өзінің несі бар. Тағдыры, өзінің таңдауы. Сол себептен менің тек рекомендациям болмаса, сол ангихирургияда ішінде флебологияға барса болады. Ол бір. Екіншіден эндоваскулярный хирургияда бар. Соған барса болады. Егер де мысалы үлкен хирургиямен айналсам дейтін болса, аортада операция жасаймын дейтін болса, реконструкция жасаймын дейтін болса, шун түйреуші операциялар жасаймын дейтін болса, кішкене қиындау болуы мүмкін. Себебі ангихирургия немесе басқа хирургияның ішінде өзінің ішкі кухнялары болады. Эмоцияға берілмеу керек. Не үшін? Мысалы, қазір бір үлкен кісілер, үлкен жастағы адамдар ғой. Үлкен жастағы коллегаларымыздың оның санасын ойын өзгертпейсің. Осы уақытқа шейін олар ойлаған, мысалы, ер адам балаға оңайшылықпен ұрса болады, ол үндемей жүре береді. Ол любой время шақырса болады, түнгі 3 болсын, операция экстернде болса, ол келе береді. Ол, мысалы, үйленбей өзінің мақсатын қойып, көп уақыт сол мақсатпен, көп жылдар сол мақсатқа еріп жүре береді. Сол себептен кішкене проще болуы мүмкін үлкен коллегаларымызға, сол себептен ер баланы алуға тырысады. Қыздарға кішкене предвзятое отношение болып қалуы мүмкін, болуы мүмкін. Енді ашық айтсақ сол. Көбінесе предвзятое отношение болуы мүмкін. Ашық айтқанда мен айтам, өз жеке басым оған қарамауымыз керек. Қандай ер адамыз ма? Негізінде жалпы медицинада, дәрігерде жыныс жоқ. Ерсің ба, ер адамсың ба, әйел адамсың, жыныс болмау керек. Ең бастысы сенің мақсатың, ішінде қойған арманың, соған барсаң, любой қиыншылықты өте бересің. Былай мысалы қыздар жаңағыдай үлкен операциялар жасаймын десе, ертең практиковаться еткенде, операцияға досты болғанда бәрібір қиындық болады, оны қанша айтқанмен де. Бәрібір қиындық болады. Оны мен өз жеке басым емес, оны көргенімді айтып тұрмын. Сол себептен ойланып көріңіздер. Егер де болды, мен осымен жүремін, ангихирургияны таңдаймын, үлкен хирургиямен айналсам, бүкіл немен басқа заттарды шетке қойып жертвовать етемін дейтін болсаңыздар, барыңыздар, ешқандай ограничение болмайды деп ойлаймын. Енді өте жақсы. Жалпы қандай салаларды көресіз өзіңіз перспективный таңдауға, ангихирургиядан бөлек? Мысалы, сізде екінші шанс болғанда бір ойлайсыз ғой, мысалы, мен уролог болуым керек еді деген сияқты ойлар жоқ па сізде? Жалпы қандай салаларды көресіз тағы да мықты? Жеке басым мен айта алмаймын. Не үшін? Себебі менің
арманым ангихирургия болды. Тек осы бір сала. Мен ойлағам, осыдан басқа ештеңкемен айналыспаймын. Қай курста қалыптасты ол? Ол 4-5 курста біздің сокурсниктармен бірге мынау практикада жүргеннің өзінде сокурсниктарым хирург боламын немесе травматолог боламын деген общий хирургия деген не болады ғой сабақ. Сол жерге барғанда общий хирургияда жүрген өзінде мен көңілім тартпай жүрген общий хирургия, жалпы хирургия. Сөйтіп ангихирургияға барып бір-екі рет операциясын көріп қатты қызығып кеттім. Даже практика кезінде, интернатура кезінде, общий хирургияның интернатурасында барып, мен сосудистый хирургия барып практиковать етіп жүрген, практикада, постоянно. Сол себептен басқа нәрсені көрмеген, бірақ ол маған да минус болып келді. Себебі интернатураны бітіргеннен кейін орын болмады резидентураға. Орын болмады, мен 2 жыл түсе алмай жүрдім, 3-ші жыл түстім. Себебі 2 жыл подряд орын берген жоқ, ешқай университетке. Сөйтіп, мен жалпы хирургияда 2 жыл барып жұмыс істедім. Жалпы хирургия сол тек ангихирургияда жүргендіктен жалпы хирургия менде төмен болып қалды. Сол маған енді минус болып қалды. Бір жағынан оған да рахмет айтамын, себебі қазір айтады көбісі интернатураны бітіріп, сразу резидентураға түсім келеді деп. Менде де сондай ой болған, себебі бәрі сокурсниктардың арасында ой болған, егер сен бірінші жыл түсе алмасаң, келесі жылдары түсу қиын болады, уже желаниең кетіп қалады деп. Сондай болады. Менде ондай болмады. 3 жыл подряд тапсырдым. 3-шісінде түстім. Бірақ жалпы хирургия істеген маған не берді? Біріншіден, экстренный хирургияда дежурствода болдық. Біріншіден, ол жерде адам ағзасына өзінің жауапкершілік алу білу, сол сезімді берді. Соған өте қатты өзім сыйлаймын. Сол жалпы хирургияға немесе бірінші жұмыс істеген ауруханаға өзім өте қатты құрмет білдірем. Себебі сол жерде мен сол сезімді білу бастадым. Егер ол сезім болмағандай, сразу мына резидентураға түсіп кеткенде мүмкін ол сезімді әлі білмейтін едім. Сол сезім білгендіктен, мен резидентураға түскендіктен әрбір науқас менікі болмаса да, бірақ сол историясын жазған науқасты өзімдікіндей қарайтын едім. Бүкіл анализдерін біліп, қандай операция дұрыс болады. Соның бәрін мынау үлкен хирургтармен советоваться етіп, бір-бірімен қарасып, қатты қызық болған маған. Сол сезімді бергендіктен өте рахмет айтамын сол жалпы хирургия түскеніне. Содан кейін өкінбеңіздер, егерде резидентураға түсе алмасаңыз, егер действительно арманың сол болса, бәрібір түсесіз. Бірақ хирургияда немесе басқа врач болып істеп көру керек деп ойлаймын. Врач болып істеп көрдің ба, ол өзің жеке басыңмен адам ағзасына жауапкершілік алдың ба, ол өте мықты сезім деп ойлаймын. Содан бастап, как маман ретінде өсесің деп ойлаймын. Абылай көбісі сынады ғой, сразу салмайды да. Сосын сынып, біреу кетеді бизнеске мысалы, біреуі сол бір поликлиникада қалып қояды. Олай болмайды дейсіз ғой да, если қаласа до конца. Ол рас, көбісі интернатурадан түседі да, өзінің несіне резидентураға түсе алмай қалады да, барып басы мүлдем басқа жаққа. Көбінесе қазір мынау фарм компанияға кетеді, ол жерде ақша жақсы төлейді деп. Ол да өздерінің таңдауы. Оған да ештеңе айта алмаймыз. Бірақ егер маман болам дейтін болсаңыздар, сол өз маманыңмен хирургия немесе терапия басқа затпен жұмыс істеу керек бәрібір. Жұмыс істеп, соны сезімді білу керек. Сіз енді жаңағы постоянствоны өзіңіздің мақсатыңызға деген тұрақтылық қалай дамыды? Мысалға, біз көп интерндар дайындаймыз да, резидентура дайындық. Соңына дейін пульмонолог болам деп келеді. Соңғы документ тапсыратын кезде барады да радиологияны таңдап жүреді. Мақсатына қазір сондай болып жатыр да. Себебі жаңа радиологияда график аз, ақша көп, или офтальмолог болам деген. Жалпы қалай дамытса болады адам бір салаға өзінің несін, стойкасын? Шын айтайын, мен оғандайға кеңес бере алмаймын. Өз басымнан өтпегендіктен оны айта алмаймын. Не үшін басқа маман таңдап жібереді. Мүмкін басынан былай ойланып жүрген кісілер болуы мүмкін. Қайсы таңда, мынау мүмкін, мынау деп. Енді басқа кісілермен бәрібір не қылады ғой, ақылдасқаннан кейін мүмкін үлкен кісілермен мынандай бар, мына жаққа бар деп айтады мүмкін. Бірақ мен ойлаймын, егер сенің бір маман көз жетіп тұрса, ешкімге қарамау керексің. Кім не айтады, былайша айтқанда хейтерлер де болады, қолдайтындар да болады. Сол бір маманға бару керек. Любой маманның ішінде сен құрмет,
ақша керек болса ақша табылады деп ойлаймын, егер сен маман болатын болсаң. Нормальный маман болса. Иә. Бәрібір бір қандай сала болса да жамандайтындар табылады ғой, ангихирургияда онша емес деп айтатындар. Әрине, ондай көп. Оған көңіл бұрып, күбелеп, түңеліп жүрудің қажеті жоқ. Былай айтсақ бола ма, мысалы медицинаның ішінде идеальный бәрібір мамандық жоқ деп, әр адам өзінің қалағанын түсу керек бар. Жүрек қайда барып жатыр, соған бару керек. Не таңдап жатыр. Өте жақсы. Енді бұрын Гиппократтың кезінде дәрігерлер айтқан ғой, ең бай адамдар қоғамда дәрігерлер болған деп. Қазір енді өзіңіз білесіз, жалақы өте төмен десек те болады. Біздің студенттер мына жақта таргетолог болады, айына 300 мың теңге алады о жақтан, мына жаққа врач болуға желание сұрмай қалады. Мысалы 180 мың теңгеден бастайды, бәрі 150. Сол кезде енді Талғат аға қайдан мотивация табуға болады, күш табуға болады, чтобы осы саланы ұстап ары қарай жалғастырып кетуге? Қалай ойлайсыз? Мен ойлаймын, былай деп ойлаймын. Егер маман болам дейтін болсаң, сол маманды ұстап тұру керек. Менде де өз жеке басым мынандай болды. Ер бала болғандықтан университетте басында, бакалавриат кезінде басында 1-ші, 2-ші, 3-ші курста әке-шешем көмектесетін. Сосын мен ұялдым, шын айтқанда. Ер балам болып өзі өсіп, қалай мен ай сайын ақша сұраймын. Содан кейін бізді фельдшер болып істедік, одан кейін басқа салада, мысалы мен фотограф болып істегем. Қазір мысалы көбінесе мына популярный SMM болып тұр ғой. Мен өзі фотограф болып істегем. 4-ші, 5-ші, 6-ші курста сол суббота воскресенье тойларға шығып, былайша айтқанда, содан кішкене ақша тауып тұрған. Ол маған керек болған, себебі олсыз мен өзімнің керекті заттарымды жаба алмайтын едім, қаражатымды. Стипендия ол былайша айтқанда мизерный, жетпейді ешқайда. Әке-шешеңнен сұрау ұяласың. Сөйтіп істедік бізде. Мен ойлаймын, енді SMM қазір көп қой, қазір популярны болып жатыр, студенттер көбісі SMM болып істейді, параллельно дейді. Соның ішінде ақшаға бола беріліп кетпеу керек деп ойлаймын. Әрине, ол жерде ақша көп. Әрине, сен оны дополнительный көмек ретінде қарау керексің деп ойлаймын. Ақырын алып жүріп, мамандығына, Әрине, сен мысалы қолың бос па, жаса, SMM қазір онда барып, көп уақыт бөлетін зат деп ойламаймын енді. Мен өзім айналыспаған айта алмаймын. Бірақ түсіресің, одан кейін монтаж основной уақыт алатын шығар, бірақ оны основной ретінде қарамау керексің. Оны как дополнительный доход секілді қарау керексің. Өзің бастапқы өзің мамандығыңды ұстап тұру керексің. Мысалы SMM болып ақша тауып, медик студент, сол ақшасын өзінің основной дәрігер болуына арнаса, жақсы, инвестиция, кітаптар алып, мысалы әртүрлі. Кітап аласың, курстарға боласың. Тағы екінші кеңесім мен ағылшын тілге қатты көңіл бөлу керек. Егер дұрыс маман болам дейтін болса, ағылшын тіл ол маңызды. Ең маңызды деп ойлаймын. Не үшін? Себебі қазір бізде оқып жатқан кітап қандай? Еуропадан, Америкада жаңалық шығады, оны былайша айтқанда Ресейде русифицировать етеді, оны біз ауыстырамыз. Сол жетем дегенше, бір 5-6 жыл өтетін шығар, кем дегенде. Медицина бір уақытта, бір жолда тұрмайды, ол өсе береді. Күнделікті. Мысалы, сен резидентураға түстің, базаны алдың бүкіл. Сол базада қалып қалмау керексің, шектелмеу керексің. Бәрібір өсу керексің, сен оны іздену керексің. Ал іздену жаңалықтың бәрі ағылшын тілде. Сен ана кітап әрине болады, бірақ кітап шығам дегенше уақыт өтіп кетеді жаңалықтардың. Менің ойымша, мен өзім жеке басым тек мақалаларды, статьяларды, научный статьяларды не шығып жатыр, мысалы кеше шықты ма, бүгін қарасаң болады, бүгін енгізсең болады соны. Оны бірақ ағылшын тілін білу керексің, олсыз болмайды. Мен резидентура кезінде бірақ айтпай ақ қояйын, бірақ үлкен кісілер, үлкен коллегаларымыз айтатын, не бар, сосудистый хирургия бәрін уже ашып қойған, бәрі уже табылған, не қыласың іздене беріп деп сондай бір кеңес берген. Сол кезде мен ойлайтын, егер де действительно бәрі ашылып қойған болса, бәрін уже емдеп қойған болсақ, неге қазірше әзірге дейін адамдар ауырады? Неге әзірге дейін адамдар, мысалы, мен өз жеке басым сосудистый хирургияда ампутация болады. Неге? Дұрыс, әрине ол жартылай өз адамға да байланысты. Бірақ сосудистый хирургияның дамуына да байланысты. Осы локально сосудистый хирургия Қазақстанда дами берсе, сол европейский уровеньға жетсе, біздің ампутация статистиканы төмендейді. Қазір мен өз жеке басым сондай. Соған әрекет етіп жатсыз ғой да? Мен қазір соған қазірге енді бастапқы жолдамын деп ойлаймын, әлі мен жаспын. Бірақ соңғы мақсатым осы Қазақстан бойынша
бұйыртса ампутацияның статистикасын среднеевропейский, среднеамериканский статистикаға келтіру немесе одан да төмен жасау. Біз қазір айтыламыз мысалы 1000 адамға шаққанда қанша ампутация дегендей статистиканы Қазақстанда. Статистика бар Қазақстанда, ол кішкене нақты болмауы мүмкін, себебі примерно дамуметпен допустим алатын болсам, ампутация 2023 жылы осы біздің халыққа 4000-ға жуық ампутация болған. Бүкіл Қазақстанда, Бүкіл Қазақстанда бір жылдың ішінде 4000-ға жуық ампутация. Соның ішінде почти 80% қан тамырымен байланысты. Диабетиктерде немесе атеросклероз деген ауруларда сонымен байланысты ампутация болған. Ал шетелде, мысалы Кореяда, Европада примерно? Мен Кореяда, Японияда айта аламын. Японияда оларда 1000 адамға 30-40 ампутация болады. 1000 именно 1000 ауыратын потенциальный. Жалпы заболевание периферических артерий деген бар. Мысалы перифериялық артериялық ауруларымен соның ішінде бір жылдың ішінде мысалы 3-4% аяқ жоғалту. Бізге келетін болсақ, біздегі нақты статистика жоқ, бірақ бар статистикамен санайтын болсақ, ол 15-20%-ға дейін көтерілуі мүмкін. Ол не себептен деп ойлайсыз бізде Қазақстанда ампутация? Мысалы дәрі беріліп жатыр мысалға. Өте көп себептер бар. Біріншіден дұрыс финансирование жоқ. Негізінде мынау заболевание периферических артерий деп айтады, ол өте высокорецидивный деп айтады ғой. Рецидивқа көп байланысты ауру, ол біріншіден. Екіншіден ол прогрессив бола береді. Өкінішке орай уақыт өте берген сайын. Мынау диабет болса, диабетті алып тастамаймыз. Атеросклерозды алып тастамаймыз. Мысалы шылым шегіп, оны алып тастайды. Қалғандарын алып тастамайды, ол өзінде болады. Сосын уақыт өткен сайын, сосын тамырларын былайша айтқанда ескерген сайын, ол нашарлана береді. И ол бір. Екіншіден жалпы халықтың қатты көңіл бөлмейді өзінің денсаулығына. Көңіл бөлмейді, оған өзінің сознаниясында оған байланысты емес деп ойлайды. Бірінші очередь дәрігерге байланысты, операциясына байланысты, немесе басқа заттарға байланысты деп ойлайды, бірақ өзінен қарамайды. Мысалы, Корея, Японияға барсаңыз, жасы ол жерде средний возраст 87 ғой, допустим, Корея 87 жас. Бізде қанша? 62 ма? 70 дейді енді статистика. Әйелдерде 72, ерлерде 70 дейді. 70. Енді шын айтсам онша сенбеймін оған, бірақ төмен деп ойлаймын. Енді ол жерде мысалы өзінің халықтың санасы басқа. Таңертең тұрасың, ол жерде стадион полный. Былайша айтқанда. Сіз болдыңыз, кстати? Болған. Стадион толық. Анау ішінде 50-ден астам 70-80 жастағы кісілер. Спортпен асып, жүреді. Халықтың санасы басқа. Профилактикаға келтіре біле алады. Оны біледі. Егер ауырып қалса, біріншіден ол дәрігер көп затты толығымен шешіп бере алмайды. Екіншіден ол өте қымбат. Сол себептен кішкене содан да байланысты болуы мүмкін. Ол екінші бағыт. Үшіншісі, бізде технология көп бағыт дамымай жатыр. Себебі технологияға не керек? Оған қаражат керек. Жаңа технология әр жыл сайын өзгеріп жатыр. Особенно мынау сосудистік хирургияда жаңа технологиялар көбейіп жатыр. Олар арзан емес, шын айтқанда. Оларды енгізу қиын. Ол үшінші. Сосын тағы жалпы ойлайтын болсақ, осы сосудистік хирургия, мысалы аяққа жалпы айтатын болсақ, ампутацияларға қатты көңіл бөлінбейді медицинаның саласының ішінде, себебі өте қиын бағыт. Сосудистік хирург түскендер, мынау диабетический стопа, гангрена, трофикалық өзгерістермен байланысты заттар өте қиын емдеу. Сол үшін мынау хирургтар, немесе сосудистік хирургтар ол бағытпен қатты айналысқысы келмейді ішінен. Мен өзім мақсатым қандай болған, сосудистік хирургияның ішінде ең қиын таңдаймын деп ойлаймын. Ол ең қиынның ішінде сол ампутациямен байланысты аурулар. Себебі мысалы келеді диабетпен аяғында гангренасымен. Ол тамырлар тек қана аяғында емес жабылып тұрған.
ол жүрегін зақымдайды, бүйрегінде өзгерістер болуы мүмкін, көзінде өзгерістер болуы мүмкін, диабетпен қатысты. Сол біз емдегенде тек қана аяғын емдемейміз. Бүкіл кейбір кезде декомпенсированный жағдайлар болады. Оны бірінші жүрегін емдеу керек болады, асқазанын емдеу керек болады. Сондай бүкіл несін емдеп, сосын аяғын емдеп солай жасаймыз. Сол жағынан қиын. Оны мысалы гангрена басталып жатқан аяқ науқасты аяқпен келіп жатты, оны сақтап қалу, оны емдеп алу, оны жарасын жабу былайша айтқанда қиын. Сонда ең оңайы ампутация жасау болып тұр ғой да? Көзді жұмып. Көбіне ампутация ойлайды мамандардың ішінде, нақты кіріспеген мамандардың ішінде ампутацияны жасаймыз, сонымен бітеді. Өкінішке орай онымен бітпейді. Статистика бойынша мына диабетпен қатысты бір аяғын ампутация жасаған кісі екінші аяғын жоғалту қаупі 50%-ға көбейеді жыл сайын. Сосын ампутация, үлкен ампутация дейді ғой, мынау тізеден мынау тобықтан биік, сосын тізеден биік ампутация, үлкен ампутация деп саналады. Статистика бойынша үлкен ампутациядан кейін 5 жылдың ішінде 70%-ға дейін қайтыс болып кетеді. Сол себептен ол шешінбес. Біз тек қана сол аяғын сақтау үшін емес, өмірін сақтаумен күресеміз. Сосын максимально өзінің өмірін ұзартуға көмектесеміз. Бұрын мысалы орта ғасырларда аяққа мысалы жара шықса ампутация жасай беретін болған ғой негізі. Енді қазір жара шықса біз ампутация жасамаймыз ғой. Ол медицинаның дамығанын көрсетеді. Сіздің ойыңызша мысалы бір қанша жылдан кейін біз осы ампутация дегеннен құтыламыз? Құтыла алмаймыз деп ойлаймын. Толықтай құтыла алмаймыз. Толықтай құтыла алмаймыз. Ол ешқайда қайтпайды. Аурулар ол диабет, атеросклероз. Егер де біз атеросклероздан, диабеттен ем табатын болсақ, оған Нобелевский премия беру керек, жоқ қылып тастайтын болсақ. Себебі ол бірнеше маман жеңілденіп қалады. Сосудистый хирургияның ішінде де. Себебі ол сосудистый хирургияда 80% атеросклерозбен байланысты зат. Жұмыс болмай қалуы мүмкін бе? Жұмыс болмай қалуы мүмкін. Енді мақсат одан емес қой, мысалы, мақсат адамға көмегі тиетін болса, әрине любой флебология бар, басқа заттар бар. Енді ол философияға кетіп қалатын болса. Жалпы мен ойлаймын, кете қоймайды. Ол бір мүмкін адамның сана сезімі өзгереді, халықтың өзі. Сол өзгерсе, сол статистика төмендеуі мүмкін. Екіншіден, технологияларды уақытысымен енгізе беру керек, сонымен өзгеру мүмкін. Сосын мамандар осы салаға көп көңіл беретін мамандар көбейе беру керек. Сол кезде дамиды. Себебі дами берсе ол жақсы. Көбісі ойлайды, мысалы, дамып кеткен дәрігерлер, бір дәрігер бар, көбісі соны біледі, бүкіл Қазақстан бойынша, мен соны онша ұнатпаймын бір жағынан. Қазақстан бойынша бір дәрігер бар дейді, осы операция жасайды, басқа ешкім жасамайды. Ол деген дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі сен дәрігерсің ба, тек сол операцияны жасайсың ба, сен үйретіп білу керексің. Егер действительно сенің мақсатың халыққа қызмет ету болатын болса, тек қана өзіңнің анау шкурный интерес болмаса, сен үйрету білу керексің, сен көрсету керексің бәрін, сен тарату керексің соны. Себебі өсе бере ма, жаңа тәсілдер, жаңа мамандар өсе бере ма, өзінің идеялар пайда болады. Олар өседі, сол бір-бірінен үйреніп, жалпы осы экосистема өсе береді. Мысалы, қазір көбісі енді сөздің шыны ғой, жас медиктерге үйреткісі де келмейді. Мен өзім де қанша практикада жүрдім ғой, соның ішінде скорыйда көп жүрдім да практика. Үлкен врачтар айтқысы келмейтін еді, мысалы, ЭКГ-ні дұрыстап қалай айтуды, мына бірдеңе сұрасаң, бір вокруг да около айтады да, 90%-ін береді, 10%-ін бермей кетеді. Соған жалпы көзқарасыңыз қалай? Жалпы білімді бермейді, ертең конкурентім болады деген сияқты әңгімелерге. Сол кісінің өзінің не үшін сол білімді бермеген себебінен байланысты. Егер оның бастапқы себебі жоқ, мен конкуренцияны тұра алмаймын, оны бергім келмейді десе, әрине ол дұрыс емес. Бірақ біреулер болады, өзі просто характер сондай, үйрете алмайды. Қабілеті жоқ үйрету. Енді оған ештеңе жасай алмайсыз. Педагогический қабілет адамда болу керек. Оған да қабілет керек, үйреті білу керек, дұрыс көрсету білу керек. Үйретуден бастап сен өзің басында системаны білу керексің, қалай үйретеді. Өзің білу керексің базасын. Білмей тұрып үйрету мүмкін емес. Ол да қиын. Өте жақсы. Енді қазір айтып жатсыз ғой, бір ғана врач танымал Қазақстанда деп ше. Мен өзім көп деген врач дәрігерлермен сөйлесем де, ешкім танымайды, бірақ өзінің ауданында топовый травматолог мысалы. Сол кезде, мысалы, сіз алдыңғы жылы жардыңыз Инстаграмның көмегі қалай медианың врачқа? Көмегі жақсы. Ол нақты айта аламын. Көмегі жақсы не үшін?
Мен Инстаграм жүргізген себебім популярный болу емес. Инстаграм жүргізген себебім маған көбі адам біліп, маған сол келіп көмектесе алам деген оймен. Қаншалықты адам көп келсе, соншалықты көмектесем, былайша айтқанда, ол сауап аласың бір жағынан. Екіншіден тәжірибең өсе береді. Хирургияда, к счастью дейді ғой, енді қанша көп операция жасайсың, сонша тәжірибең өседі. Қанша көп білім іздене бересің, сонымен тәжірибең өседі. Мысалы, бұрын Советский Союзда біздің әкемді, мысалы, врач болған ғой, марқұм, сол кісі айтатын еді, балам басын қатырма ондайға деп ше. Болды, ол кезде мысалы врач деген дипломың бар, ары қарай өздері алып кететін болған ғой, мысалы. Үй береді, жаңа соцпакеттер мықты болған. Қазір менің түсінігім бойынша врачқа тек диплом жетпейді. Мына жақтан бәрі білу керек, маркетингті, контент жүргізу, өзіне чтоб жаңағыдай тәжірибесін арттыру, портфолиосын арттыру үшін қалай қарайсыз? Енді бұл жерде мен айтайын, сен маман болдың ба? Басынан науқас іздеп, популярный болу, ол мақсат қоймау керек. Басынан сен тәжірибелі болу үшін, қай жерде сен жасадың, жұмыс жасадың, сол жұмыс жасап, қай жерде енді ұмтылу керек. Жақсы центрлерде жұмыс істеу. Қай жерде мысалы сосудистикаға болса, қай жерде дамыған, сол жерге барып ұмтылу керек, кірісу керек. Сол жерде біраз уақыт жұмыс істеу керек, базаны біліп алу керек. Сосын енді ары қарай бару керек. Сразу көбінесе бір жағынан дұрыс емес деп ойлаймын, біреулер частный клиникаға сразу кете салады. Ол жерде де саған дайын тұрған науқас жоқ. Ол жерде сені білетін адам болса, частный центрлерде ерекшелігі поток болып өзімен өзі келе бермейді науқастар. Государственный клиника, мемлекеттік клиникада келеді. Частный клиникада тек дәрігерге келеді. Дәрігерді біле ма, сене ма, келеді. Болмаса келмейді. Немесе операцияға көнбейді. Сонда ақша төлеу үшін бірінші тану керек дәрігер, екінші сену керек. Тану керек, сену керек. Сенім білдіру қиын дәрігер. Сол себептен енді әрине параллельно жасай беру, мысалы социальный сеттер болса, оған дамытуға жасай беру керек. Бос уақыт өткізген емес. Ол минус емес, плюс деп ойлаймын. Бірақ тек қана бірінші очередь сол мақсат деп қою дұрыс емес. Себебі сен базаң жоқ. Әрине база аласың, бірақ керекті тәжірибе қиын жағдай кезінде қалай өзіңді, қандай тактика қабылдайсың, сондай жетпеу мүмкін, жеткіліксіз болуы мүмкін. Сол себептен сен частный клиникаға барып жұмыс істейсің. Мысалы қиын жағдай болып қалуы мүмкін. Оны не істейсің? Қиналып қалады. Қиналып қалуы мүмкін, өзіне қиын болып қалуы мүмкін. Сол себептен оны енді қазір частный центрлерде өсіп жатыр, былайша айтқанда. Частный центрлерде де бүкіл андай үлкен болып, командалар жиналып, сондай жайлап мемлекеттік клиникадан частныйға көп кетіп жатыр. Командамен. Ол жерде де егер сондай центрлер болса, әрине барсаң болады. Бұлай сразу частныйға ұмтыла беру. Өзім жеке практика жасаймын деп, қиындау болу мүмкін деп ойлаймын. Определенный жыл бар ма, мысалы 3 жыл гостасты, ары қарай кет деген сияқты? Енді ондай статистика жоқ қой, ішкі сезім ғой. Әр адам өзі сенсе өзіне. Мысалы госттың бір жақсы жері, зарплата фиксированный, жұмысқа барып келіп, жаңағыдай тұрақты ала береді айлық. Стабильность. Ал сіздерде стабильность бар ма, мысалы частныйда? Стабильность жоқ. Әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ өз жеке басым әр жыл сайын көбейіп жатыр науқас. Сізде оклад жоқ? Оклад жоқ. Тек процентке отырасыз? Тек процент. Сонда сіз рисковать етіп тұрсыз қой да, мысалға? Пациент келмей қалса, нольмен шығып қалуға теоретически возможно да сонда? Енді мен бұл жерге былай айта аламын. Басында мен Сызғанов деген институт хирургияда істеген. Сол жерде біраз уақыт, сол жерде резидентура болды, сол жерде істедік. Частныйға өтерден алдым, әрине қорқыныш болды. Бірінші рет өтіп жатыр. Қалай болады, не болады? Бірақ басында, жеке басында ойландым, қалай болады. Бірақ ойладым, егер сен мақсатың болса, өсе беретін болса, отырмайсың құр басқа. Жұмыс жасайсың, анан дамайсың, социальный инстаграмды дамытасың. Сол секілді жұмыс жасасаң, бәрібір соның отдачасы келеді деп ойлаймын. Әрекетке берекет дейді. Әрекетке берекет. Ешқандай қатты оған ойлана беріп, өзіңнің негативті энергияңды жинай беріп, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ойландың ба, мақсат қойдың ба, баса беру керек деп ойлаймын. Ойланбау керек. Бізде анау болмашы проблеманы ойланып отыра береді ғой, келмеген проблеманы әлі. Әрине. Басында да менде де сондай болған. Интернатураны бітірдім. Мен ойлағам, ойымда мынандай болған, бәрі бүкіл неде СМИде айтады, ой, дәрігерлер жеткіліксіз, тем более хирургтар, солар керек деген ойлар болған.
и мен ойлағам, мен бітірем, мен сразу бір жаққа кіре саламын, дайын тұр. Қалқаманға барып жүрдім, бір ай жүрдім бесплатно, екінші ай жүрдім тегін көмектесіп. Бірінші басында сол жерде замглавврачқа кірдім, ол кісі айтты, көр, орын болса көреміз деді. Жарайды, тегін барып жүрдім. Бірінші ай, екінші ай, сосын екінші айдан кейін барып сұрасам, ол кісінің дауысында андай бір қалай доверие жоқ та. Ол кісі алам дейтіндей не жоқ. Содан кейін ойландым, құрбасы уақытым жоғалтып жатырмын деп ойладым да, барып скорее всего, мысалы, райондарда орын болу керек деп ойладым. Сөйтіп бүкіл райондарда Қаскелен, Иссык, Талғар, соларға барып бүкіл резюмемді қалдырдым. Сөйтіп Талғарға барған кезде резюмемді қалдырып, сразу хирургияға кіріп шығайыншы деп ойладым. Кірдім, заведующиймен сөйлестім. Ол кісі айтты, жүр, орын жоқ деді, бірақ жүр, көреміз. Бесплатно рабочий сила, иә? Бесплатно рабочий. Сол жерде 3 ай істедім, тегін. 3 ай тегін істедім. Сөйтіп, дежурство беру бастады. 2-3 дежурство сөйтіп сол жерге кіріп кеттім. Бірақ ол жерге ол жаман деп ойламаймын, ол норма деп ойлаймын. Себебі өзіңді көрсету керексің. Сразу саған дайын ештеңке болмайды. Ол норма болып болу керек. Мысалы, Сызғановта да кіруден алдым, мен 5 айдай тегін жүрдім. Параллельно дежурствода жүрдім. Ол жерде кішігірім ақша болатын еді, айлық түсетін еді. Неде Сызғановта тегін болып кірдім. 5-6 айдай жүрдім басында. Тегін. 5-6 ай. Иә. Бірақ Сызғанов деген соң бәрінің аузында жүрген центр хирургия болғандықтан, ол жерде сосудистый хирургия болғандықтан, менің ойлым ең мықты жерде барып жұмыс істегім келеді деген ой болған. Сол жерде жүрдім, 5-6 ай көмектестім, сөйтіп довериеге кірдім дәрігерлерге. Сөйтіп жай басында научный сотрудник деген бар, ғылыми сотрудник, солай болып көрдім, сосын хирург болып, сосудистый хирург болып, сол жерде жай резидентурада болды. Сол себептен ол норма деп ойлаймын. Оны сол кезде мынау 2 ай жүргенімде, бос жүргенімде қатты өзімді жедім. Қалай мен уақыт кетіп жатырмын, не істеп жатырмын, болашақта не болады? Ол дұрыс емес екен. Күнде расход, приход жоқ ешқандай. Приход жоқ, не істейсің? Сыну, сол жерде сынады деп ойлаймын көбісі. Сынбау керек деп ойлаймын. Енді болмай жатыр ма, басқа өзгертіп, бірақ сол саладан кетпеу керек деп ойлаймын. Сіз енді жаңа айтқанға оңай 5-6 ай деп, бірақ ол 150 күн ғой мысалы. 150 күн таңнан кешке дейін жүру ол оңай емес та. Осы кезеңнен қалай өтуге, қалай кеңес бересіз жас медиктерге? Ертең мысалы жұмысқа алмай жатыр, жаңағыдай бесплатный рабочий сила болып қалып жатыр деген сол кезде. Ондай ойларға көңіл бөлмеу керек деп. Ақырын. Сен мысалы өзің армандап тұрғаның, мысалы мен айтып жатырмын, ангиохирургия ма? Сол жерде жүрсің ба, көмектесіп тұрсың ба, жаңа операциялар көріп жүрсің ба, соның өзіне береке. Ақша таппасаң да сен білім алып жатсың ғой. Оның өзі ақша. Соның өзі ақша. Оны не қыласың ойладым сен. Мен осы 2 ай жүрген, мен общий хирургияда жүрдім. Мен өзім қалаған маманым болмады. Мен резидентураға түсе алмадым. Түсе алмадым емес, ол жерде орын болмады. Мен не істеп жүрмін деген ой болды, общий хирургияда. Сен егер өзің маманың жұмыс істеп жатсың ба, тегін жұмыс істеп жатсың ба, басында әрине тегін ештеңе емес деп ойлаймын одан, бәрібір. И сосын мысалы қазір хирургияда, қазір білмеймін басқа хирургияда, мысалы сосудистый хирургияда Сызғановта бізде мынадай болған. Басында кірдің ба, операция жасау үйренбейсің, басында шай құю үйренесің. Үлкен дәрігерлер, коллегаларыңа айтады, барып шай құю дұрыс үйренесің. Біреулер ойлауы мүмкін, мен немін шай құятын адаммын ба, немесе түнде шақырады, мысалы, түнгі 3-те үлкен коллегамыз айтады, барып мен аэропортқа апарып тастады. Сен өзің дежурстводасың. Менде мынандай жағдай болған, менде дежурство таңғы 8-ге дейін. Сөйтсе, үлкен коллегам айтады, менде 3-те вылет бар, мен апарып тастайды. Индей алмайсың, айтамайсың жоқ деп барамын. Сол кезде барып, жалынып, басқа өзім коллегадан сұрап, сол 2-3 сағат отыра тұршы деп, кім келеді таңғы 3-те сағат. Сөйтіп жалынып, сол бүкіл сол дежурствоның ақшасын берем деп соны қалдырып, сол кісіні тек қана барып, сол кезде Талғарда істеген экстренный хирургияда. Барып, сол кісіні үйінен алып, аэропортқа салып, қайтадан дежурствоға барып, сондай кездерде болған. Бірақ оны мен не водительмін ба, мен шай құятын адам ба деп ойламағанмын. Себебі көңілмен көмектесу керексің. Ол саған үйретіп жатыр ма, көмектесу керексің. Мысалы, шай құйып жатыр ма, онымен қоса шоколад әкеп бер. Былайша айтқанда. Дұрыс айтасыз. Наоборот, сен доверие келтіресің. Саған сосын жай жақындай бастайды дәрігерлер, үйрету бастайды. Сонымен не қылу. Өзің ішіндегі гордость болмау керек деп ойлаймын. Бізде анау көбісі тек алуға шебер ғой, алып білім бер деп, и встречный просьба айтса қиналып қалып жатады.
Win-win ғой бір сөзбен, ол да ұту керек, сіз де ұтуыңыз керек, көмектесіп, өзіңді сындырып, ештеңе етпейді деп, иә. Алуға шебер, сосын тез мақсатына жеткізу. Тез, Сразу, қазір, ертең болу керек деген секілді. Ондай болмайды, өкінішке орай. Қаншалықты жасағанмен. Уоррен Баффет сөз бар ғой, 100 әйел алсаң да, бала қаласаң бәрі 9 айдан кейін туады деп ше. 100 әйел сол сөз ғой. Иә, сол нәтижеге тез жету, тез мысалы шестизначный цифра зарплата алу мүмкін шығар, бірақ мимолетный табыстар болып қалатын сияқты. Ал егер стабильный қалаймын десе, ол өзін дамытып, білімін арттырып, ұстаздан үйреніп, одан қорықпай беріп, уақытын бір нәрсемен жертв ету керек қой бәрібір. Әрине, жертв ету керексің. Оны тұрақтылыққа келтіру керексің. Тұрақты прогрессия болу керек. Бір жағынан тағы не қылам, көп коллегалар бар, стагнация болып қалады. Тұрақтылық бар, стабильность бар, бірақ сол стабильность бірнеше жылдан бері тұрады. И өсу жағынан маман ретінде, и мысалы финансовый жағынан былайша айтқан. Ол да дұрыс емес деп ойлаймын. Сен өсе беру керексің деп ойлаймын. Себебі сонымен қызық, өмір сонымен қызық. Игра сияқты ғой, әр уровеньге өткен сайын. Сен өзің маманыңда бақытты болам дейтін болсаң, сол жерге мен қалам, өмір бақи менімен қалады. Осы мамандықты ешкім алып қоймайды. Алла тағаладан басқа ешкім сенен алып қоймайды. Сен біліміңді, операция жасайтын қабілетіңді ешкім алып қоймайды. Сол себептен өсе беру керек, соны қызық қылам дейтін болсаң, бақытты болам дейтін болсаң, сол жаңалықтарды енгізе беру керек, оқи беру керек. Сонымен қызықты деп ойлаймын. Енді подкастымызды қорытындылап мына сұрақты қойғым келіп тұр Талғат аға. Көбісі қазір жастар шетелге кетуге асығып жатыр. Шетел кеткенде оқып келуге емес. Мен көзқарасым шетелге оқып келуге жақсы. Мысалы, эмигрировать етуге өз басым қарсымын да, Қазақстаннан кетіп қалуға. Қазір сондай тенденцияны байқаймын. Мысалы, Германияға асығып жатыр, ары қарай Швейцарияға, и то ондай ұйымдар да көбейіп жатыр. Медик студент кел деп. Соған қалай қарайсыз жалпы? Кетіп қалуға. Сіздің сөзіңізге толықтай қосыламын. Енді ол да әр адамның таңдауы ғой, былайша айтқанда. Бір кісілер оның бәрін қойшы деп сонша қиналғаннан гөрі, лучше мен сол энергиямды басқа жаққа құртам, зато көп прибыль аламын дейді. Барып Швейцарияда басқа жақта жұмыс істеу, мысалы. Мен өзім патриоттық сезім көп. Маған 11 жыл тегін оқу берді, былайша айтқан. Стипендия берді. Үйрендім осында. Қаншалықты жаман ба, жаман емес па, осы жерде үйрендім, маман болдым. Значит, мен бұл жерге өзім беруім керек. Осы халыққа қызмет етуім керек. Сол дұрыс деп ойлаймын. Енді мен өз жеке ойым. Ол бір үйренгің келе ме, үйрене бер. Қанша программалар болашақ бар, барып стажировкаға барып бер, үйреніп кел жаңалықтарды. Ол плюс. Сол үшін ағылшын тілін білу керексің. Бірақ жұмыс істейтін жерің осы жерде болу керек деп ойлаймын. Ол да дұрыс себебі. Осы жерде өсу керексің. Жаңалықты осы жерге жеткіліксіз сапалы мамандар жеткіліксіз. Мамандардан бәрі құралады. Егер мысалы Талғат аға маман шынымен де сапалы, европейский деңгейдегі маман болса, Алматыда, Астанада плюс-минус сондай жалақыға претендовать ете ала ма? Ну, допустим, 2 миллион теңге дейік айына. Әрине. Қазақстанда да табуға болады, жүріп, Болады деп ойлаймын. Егер сенің деңгейің сол Европаға жақын, егер сен танымалы болсаң, сен тәжірибелі дәрігер болсаң, сапалы дәрігер болсаң, танымал боласың. Ол неизбежно. Бәрібір сол келеді. Сол себептен сен кішкене шыдап, сол қиыншылықты өтіп, оқығың келе ме, оқып кел. Әрине ол жақсы. Жаңа білім, ол жердегі технологияның бәрі керек. Бірақ осында жұмыста, оның бәрін осында енгіз. Жаңа команда, осы жерге осы команданы тарату білу керексің. Яғни Қазақстанда да европалық деңгейдегідей адам пахат етіп, еңбектенсе, доктордың айтуынша сол европейский зарплатаны алуға болады. Плюс Қазақстан Европаға қарағанда арзан өмір сүру қанша дегенмен, сол бәрібір байлығымыз арта береді. Енді соңғы қорытынды сұрақ болсын, $1 миллиард берем, ангиохирургиядан кет қазір десе не дейсіз? Кетпейсіз ба? Ақша маңызды емес, шын айтсам. Ақша маңызды емес. Мен өзім ойлаймын, маған жеткілікті, өзім өміріме, отбасыма жеткілікті ақша болса, істей беретін едім. Басқа, енді байып кету мақсат емес. Өте жақсы. Өзім сол маманым ұнайды. Күнде азаннан кешкесін сол жерде жүресің, уақыт қалай өтіп кетіп қалғанын білмей қаласың. Себебі қызықты өтеді. Өте жақсы. Достар, бізде кішігірім конкурс бар. Доктор сіздерге бір емес бірнеше сыйлықтар дайындап қойды. Шарты осы подкасттан Талғат мырзаның айтқан ең керемет инсайтын жазған адам, бізге ұнаған инсайты, айтқан ең көп лайк басылған инсайтқа біз қандай сыйлық беруге дайынбыз?
Енді ең көп жинаған бірінші орынға мен өзім қалаған кітабым бар еді. Оны Ресейден заказ бергем, өте қымбат кітап, Раны деген бар. Ол целый энциклопедия, ол жерде тек қана мына сосудистый хирургия байланысты емес, басқа мына гнойный хирургия, травматологияның асқынуларымен байланысты жаралы нелер бар. Жарамен қатысты ақпараттар бар. Сол кітапты бірінші орынға сыйлаймыз. Өзім почтамен жіберемін егер басқа қалада болса. Екінші орынға? Екінші орынға мына стетоскопты сыйлаймыз. Стетоскопты сыйлаймыз. Достар, лайк басып, каналға тіркеліп, медицина таңдайтын достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған қуанышты медицина және де ангихирург Талғат дәрігер. Рахмет аға. Алла разы болсын. Көп-көп.